Сәлем достар, бүгін сіздерге қып-қызыл қытырлақ өте дәмді 40 қабат тұздамасын көрсетемін. Рецепт өте қарапайым, бар болғаны бірнеше көкөніс керек. Ең алдымен 40 қабаттың сыртындағы жапырақтарын тазалап аламыз. Содан кейін кесектеп тураймыз. Қытырлақ болуы үшін тым майдалап жібермеңіз. Сәбіз бен қызылшаны кесектеп тураймыз видеодағыдай. Енді барлығын жеке-жеке ыдысқа салып дайындап қоямыз. Маринад жасаймыз. Ыдысқа бөлме температурасында тұрған суды құямыз. Оған тұз, қант салып жақсылап араластырамыз да шетке алып қоямыз. Шыны ыдысқа көкөністерді қабаттап саламыз. 40 қабат сәбіз, қызылша және сарымсақ. Ең соңында лавр жапырағын саламыз. Барлық көкөністерді салып болғаннан кейін үстінен маринадты араластырып құямыз. Маринад біздің көкөністерді жауып тұруы керек. Ең соңында бетіндегі қақпағының толық жабылып тұрғанын қадағалаймыз. Тұздама бөлме температурасында 5 тәулік тұрады. Міндетті түрде қараңғы жерге қоюы керек және бетіндегі қақпағын ашуға болмайды 5 тәулік бойы. Міне біздің 40 қабат дайын, қып-қызыл, түсі керемет, қытырлақ, қош иісті, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақгүл. Келесі видеода кездескенше. Егер де видео рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.
Дәмді шықты.